Алдымен жер дүниені жаңартып, көктемді ерте келетін Наурыз мерекесінде ардагер ұстаздар мен оқушылар мектеп ауласына тал екті. Содан соң мерекелік шара концерттік бағдарламаға ұласты. Наурыз көже дайындалып, ақ дастархан жайылып, шашу шашылып, әжелер мен жастар өз өнерлерін көрсетті. Қазақ халқы бүгін мінекей біздің қаладағы үлкен бір мәртебесі бар 15-ші мектеп-лицей Дүйсенов атындағы Наурыз тойын тойлауға кірісіп кеттік. Барлық ұжым, барлық оқушы қари тігіп, бір думанды, қызықта үлкен бір бағдарлама өтіп жатыр. Мінекей осындай Наурыз тойы бәріңізге құтты болсын, ақ мол болсын, жыл керемет жыл болсын, бақта келген, баға келген, құт береке әкелген жыл болсын сіздерге, ақ мол болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Анаға ана бақытын тілеймін, әкеге әке бақытын тілеймін. Жастарымыздың басы екеу болып, қазағымыздың санын көбейтетін болсын. Мінекей сондай қуанышты күндерді сіздерге сыйлаймын. Әз мереке құтты болсын. Сондай-ақ асық ату, ләңгі тебу, қыз ұзату, тұсаукесер рәсімі де ұйымдастырылып, көрермендерге ұсынылды. Ыстық лебіздер айтылып, аталған білім ордасы жаңа жылды жылылықпен қарсы алды. Қаламыздағы номер 15-ші Мырзабек Дүйсенов атындағы мектепте бүгін дәстүрлі Наурыз тойын тойлап жатырмыз. Бұл тойымызға қадірлі қонақтар, ардагер ұстаздар, ата-аналар, оқушылар қатысуда. Әдеттегідей барлық қазақтың дәстүрлі шараларын көрсетіп жатырмыз. Мерекелік дастархан жайылуда. Барлығы мәз, майрам, ойын күлкі жалғасуда. Бүкіл халықты Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Наурыз мерекесі құтты болсын, әрбір отбасына береке болсын, шаттық болсын. Наурыздан Наурызға жете берейік. Наурыз мерекесі тәуелсіз еліміздің зор ықыласпен тойланатын нағыз халықтық сипаттағы салтанатына айналуда. Қызылорда жұртшылығы да Наурыз мейрамын 6 күн бойы тойламақ. Шапағат Торғай, Ержан Сүлейменов, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.